Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Жалпы бүгін қызық күн болды, осылай шкафтың ішіне күйеуімнен тығылып қалдым. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, не үшін екенін түсінесіздер. Бүгінгі күніміз 6:30-да басталды. Осылай балаларды киіндіріп алып, Әмірді мектепке, Ақжанды садикке апарып тастадым. Әрі қарата өзім автобусқа мініп алып, больницаға бардым. Больницаға барып, анализімді тапсырып, одан қайтарда қош құрсын деп таксимен қайттым. Сөйтіп үйге келіп тыныштықта отырып, 1 сағат асықпай өзім шай ішіп алдым. Сөйтіп үй тірліктеріне кірістім, газымды жуып алдым, шкафтарымды тазалап алдым. Ластанып кетіпті. Одан Әмір сабақтан келді, обедімізді жедік, Ахмет ұйқысынан тұрды. Сөйтіп үйлерді реттеп жинап алдым да магазинге шықтым. Оның арасында уже сағат 4 болыпты. Қайтарда Ақжан садиктен алам деп шығып кеттім. Сөйтіп автобуспен магазинге бардым, бонусқа продукт алайын деп сөйтсем, бүгін жұмыс жасамайды. Сонымен Ақжанды садиктен алдым да үйге қарай келдім. Тамағымды енді бастап, сорпамды қайнатып қойып жатсам, бір кезде терезеге көзім түсіп кетті. Сөйтсем, Ерлан ертерек жұмыстан келе жатыр екен. Масқара, тамағым дайын емес, енді не істеймін дедім да, қой құрсын тығылып қалайын, маған ұрсады деп шкафтардың ішін ашып тығылайын десем, сыймаймын дедім да, барып гардеробқа барып тығыла тұрайын деп ішіне кіріп кеттім да, есігін жауып алдым. Сөйтіп ойланып отырып, қойшы, неге тығыламын дедім да, ұрыспайды ғой деп сөйтіп шықтым да, күшті көңіл күймен балалармен билеп қарсы алайын, сол кезде ұрыспайтын шығар деп балаларға айттым, давай бәріміз билейміз, сосын папаң күшті көңіл күймен кіреді дедім да, сөйтіп барлығымыз қарап күтіп тұрмыз. Ерлан кіріп келді, сөйтіп қарсы алып алдық.